Қазақ программисттеріне сенбейміз бар. Қателеспесем солай ау деймін. Таныстарымнан, туыстарымнан, сыныптастарымнан. Мен ондай таныстарымнан. Сол кезде мен далада мороженое сатып отырдым. А где деньги деген? Қазір косяк болып қалады. 2 айма депрессия болып жатты. Северный Корея болып кетті десеңші. Байбай. Мобилограф там оқиын. Ахимат қайда қарап отыр? Мен грантқа түссем болды, ата-анам риза болсын болды. Бір балаларды оқытып. Топ, Сочи. Қандай жылдар? Иә, шала жасағым келген жоқ. Сіздер YouTube бар ма? Иә, бар. Да? Түспеймін деп жүрген кезде, ертең менде подкаст дегенде, сонда сіз бізге түспейсіз ба? Сізін жақсы ертең. Ол жаққа не үшін түспей жүрдіңіз? Менде барлығына отказ беріп жүрдім, білмеймін, әлі дайын емеспін деп жүрдім. Бірақ ана 140 оқушыларға сабақ бересе, эфирде шығып, мотивация беріп. Иә, өзара, өзімізде. Прикольно. Белгілі бір дайындық керек сияқты. Осы мен демалып келдім ғой, содан кейін нормально оқыдым. Соны ровно әдемі уақытқа түскеннен кейін басқаларға отказ беріп, бізге келісім бергеніңізге қуаныштымыз. Қош келдіңіз. Бастадық қой? Иә, бізде басталып кетті. Басталып кетті ма? Бізде в общем осылай әңгіме айтып отырып басталып кете береміз. Қайырлы күн, қонақтар, сәлем деген жоқ, бірақ сразу еркін алып кіріп саламыз. Сразу подкасттың басында өзіңіз туралы бір қысқаша айтып өтсеңіз, чтобы біз білгенмен басқа адамдар білмеуі мүмкін сіз туралы, өйткені сіздің жобаңызды біледі, бірақ өзінің ол жобаның артында кім тұрғанын білмеуі мүмкін. Сондықтан сол туралы қысқаша цифралармен айтып өтсеңіз, адамдар түсіну үшін. Мен есімім Мұсаева Жылзай, Дүйсенбайқызы. Мен Жамбыл облысы Сарысу ауданы Шанақ деген ауылда туғанмын. Ешқандай роддомда, Таразда емес, кәдімгі ауылда, үйде туған болатын. Роддомда емес па даже? Иә, үйдің төр бөлмесінде туғанмын. Сол үйде көршіміз, татар әжеміз түнде туғанмын. Сол кезде аспанға қарап, жұлдыз бен айды көріп, Жылзай деп қойған екен. Әрқашан жұлдыз болып жарқырап жүр деген сияқты ниетпен. 2006 жылы Астана қаласына көшіп келдім. Астана қаласында 3-ші сыныптан бастап оқыдым, мектеп бітірдім. Содан кейін 2015 жылы Еуразия ұлттық университетіне ақылы бөлімге оқуға түсіп, сол жақта филология, қазақ тілі деген мамандықты бітіріп шыққан болатынмын. Сол университет қабырғасында жүрген кезде 4-ші курста осы 140-ты ол кезде прям курс деп ашқан жоқпын, оқушыларға көмектесу деген ниетпен WhatsApp чатта группа ашу арқылы бастаған болатынмын. Студент кезде, иә? Иә, студент кезде 4-ші курста. Осылай 5-ші жыл, осы қазанда 5 жыл болады, берса осындай жобаға айналып отыр. Күшті. Цифралар айта аламыз ба? Осынша 5 жыл ішінде қанша оқушы, қанша оборот деген сияқты? Иә, 10-ші қазан 2018 жылы ашылды, 20 баладан басталды. Алғашқы жылы 50-60 бала оқыттым. Одан кейін ол кезде тек әдебиет болды. Келесі жылы қазақ тілі, тарих, математика сауаттылық, яғни әдебиетшілерімді толық 5 пәннен оқытып шығардым. 250-300 оқушы оқыдым. Содан кейін 2021 жылы біз барлық 11 пәнді қостық. Ол жылы біз примерно 5000-дай оқушыны оқыттық. 2022 жылы осы былтыр біз 9,5 оқушыны оқып шыққан болатынбыз. Сонда шамамен 15 000-дай оқушыны оқыттық. Қазіргі таңда бізде 20 000-ға жуық оқушы оқиды онлайнда. Дәл қазір оқып жатқан адамдар саны, 20 000. Еще ол 20 000 сізде жаңағыдай ай сайын төлем жасап отырады, ай сайын ары қарай жалғастыратын оқушылар бар, шығатын да оқушылар бар деген сияқты. Осылай. Бір айда, значит, 20 000 адам оқып жатыр. Бір айда емес, олар мысалы тарих бізде 5 ай, математика сауаттылық 3 ай деген сияқты. Сол ай сайын олар жалғастыру арқылы қазіргі таңда сондай оқушылар. Мысалы қазіргі айда қанша адам оқыды, наурыз айында? Наурыз айында бізге осы жақында тіркелу аяқталды. Біз 2000 оқушы тіркелген болатын. Жаңадан келгендер, уже созғандардан бөлек. Иә. Ақпан айында сатып алғандар, еще создыртатындар бар. Создыртатындар бар, иә. Ну, шығатын оқушылар да бар. Ол жақта сіздерде бір пәнге төлеп оқиды ма, или жалпы бір баға барлық пәнге деген бар? Бізде офлайн бар, Алматы, Астанада. Алматыда барлығы 4 пәннен бірден бастап оқыды, қыркүйектен бастап, қазір уже бітіріп жатыр. Ал онлайнда бізде басқаша система, ол жақта 1 пән, 2 пән, 3 пәнді оқып, біртіндеп әр ай сайын қосады. Өздерінің қалаулары. Не үшін ондай модель таңдадыңыздар? Мысалға, қазір ұбт-мен айналысатын мен таныстарым көп та, олардың бәрінде годовой подписка ғана. 300 000, 500 000 бір төлейді, бүкіл 5 пәннен 1 жыл бойы дайындалады. Сіздерде ай сайын төлейді. Мен олардан сұраймын, мысалы ай сайын не үшін сол істемейсіңдер, ол кезде қиындау дейді, жаңа подписканы создырту, подписочный модельге жалпы қазақтарға жасау қиын деген сияқты. Бұл жерде сапа жақсы болу керек деп ойлаймын. Бірінші продукт. Егер продуктқа сенімді болсаң, ай сайын төлем алып отыру ол қиын емес. Мысалы бізде әр ай сайын 90%-дан жоғарысы оқушылар қалып отырады. Және біздегі система ол басқаша, ол системаны
өзім құрған болатынмын. Яғни мен өзім 11 сыныпта оқып жүрген кезде біздің мектеп өте жақсы дайындайтын ұбт-ға. Сол кездегі кейбір пәндерден қолданылған методикалар және өзім қосу арқылы осылай қалыптасты система. И ол система бізде годовойға келмейді. Егер біз онлайн, өйткені онлайн мен офлайнның айырмашылығы бар. Біз офлайнда біз әр ай сайын алып отырамыз, бірақ 4 пәннен бірден бастатып көрдік. Онлайнда 4 пәнді бірден алу бізде қиын, өйткені балаға да нагрузка сияқты ғой. Иә, өте ауыр болады. Өйткені бізде онлайнда өзіміздің бірандай методикаларымыз бар өзі. Практикалық жұмыстарымыз бар, оны жасайды. 4 пәннен бірден алатын болса, оның барлығын жасай алмайтын еді. Осы методикаға қатысты мысалға любойынан сұрасаң, бәрі айтады, біздің методика күшті, біздің методика күшті, біздің методика күшті. Әркімдікі өзіне ай көрінер көзіне деген сияқты білмеймін, оны бірақ сіздерде именно несімен күшті методика? Ол айтуға бола ма? Оны өйткені енді бәрібір ол конкуренттер білетін сияқты ол нәрсе. Иә, айта аламын ашық түрде. Бізде, мен жаңа айтып кеттім, 11 сыныпта менде Қазақстан тарихынан өте жақсы дайындалғам мектепте. Сол Қазақстан тарихындағы біз, яғни тарихта сол методикалармен оқу арқылы мен нәтиже көрсеттім. Содан кейін мен алғашқы жылы сол методиканы қолданып көрдім. Сосын барып менде андай эксперимент болды да, алғашқы 3 жыл. Мынаны көрдім, оқушыларға келеді, мынаны көрдім, келмейді деген сияқты. Просто онлайн деген ол андай да, көз алдыңда болмайды. Оқушының қалай нәтиже алып жатқанын сен біле бермейсің. Сол үшін бізде мысалы сабақты беріп, мысалы дүйсенбі күні, сенбі күні оқыдың ба, оқымадың ба тексере салуға болатын еді. Менде басында солай болды, алғашқы жылдар. Сол кезде ешқайсысы дұрыс дайындалмай келді сабаққа. Онлайн мен кәдімгідей видео немен, звонокпен звондап әр оқушыдан сабақ сұрайтынмын. Сол кезде мен түсіндім, сонда ортасына бір нәрсе керек бұларға деп. Тапсырманы бергеннен орындағанға дейін арада. Жаңағы маған менің алдыма келгенге дейін бұлар бір нәрсе жасау керек деген идея туындады. Сосын мен оларға ойластыра бастадым. 2 жұпты бөліп, бір-бірімен осы тақырыпты дайындаласыңдар. Жұптық жұмыс деп аталады бізде. Бір жағынан олар бір-бірімен танысады, бір-біріне түсіндіреді, көмектеседі. Соның арқасында бізде қаншама оқушы бір-бірімен онлайн арқылы болса да жақсы таныс. И қазір СДО-ға, КБТУ-ға түсіп жатқан оқушылар бар, бізде барлығы бір-бірін андай бұрыннан танып жүрген сияқты достар болып кетеді бізде. Класстастар сияқты. Иә, класстастар сияқты болып кетеді. Даже группаластармен олай жақын емес. 140 деп өздері круг болып жүреді. Содан кейін тақырыптық тапсырма деген сияқты бар, бізде бекіту жұмысы деген бар, бір-біріне сұрақ қояды, квиз тапсырмалар бар, бір-бірімен жарысады, кахот жарысы арқылы. Сол дайындалып келеді. Сол кезде сабақ тапсыруға дейін олар дайындалады, сондай жұмыстарды жасау арқылы. Біздің онлайнда енді телефон ар жағында болғандықтан біз барынша оқушылар үйде бос отырмасын деп сондай тапсырмалар беруге тырысамыз. Ал офлайнда бізде басқаша, офлайнда бізде қатты қинаған жоқпыз, өйткені 4 пән бірден бастады. Ондай жұмыстарды біз қазір қосып жатырмыз, бітіргеннен тіптен. Значит, ерекшелік сол жаңағы не ғой, жұптық жұмыстар. Жұптық жұмыс бар, тақырыптық тапсырма бар, бекіту деген сияқты жұмыстар бар бізде. Өзіміз кітаптан, оқулықтан сұрақтар құрастырып, неше түрлі тест, кестелер береміз, тапсырмалар береміз. Тесттардың бәрін өздеріңіз құрастырасыздар ма? Иә, өзіміз құрастырамыз. Күшті. Қазір таңда 20 мың оқушы дедіңіз ба, бір айда? Жоқ. Олар тамыздан бастап оқып келе жатқандар да бар. Ал бір айда сонда сіз продлевать ететін адамдар саны қанша? Мысалы, ақпан айына 3000 оқушы тіркелсе, оның примерно 2700-2800 қалады. 200-300 оқушы, но бізде кейбір айлар болды, 400-500 оқушы шығып кеткен. Кездер болды, иә. Ол бірінші ақшаға байланысты дейді, екіншіден онлайн түсінбейміз, ата-аналар айтады, бір орында отыра береді, балам денсаулығына зиян деп, офлайнға жібереді, сондай нелермен шығады. Но курс ұнамады деп шығатындар өте аз, көп емес. Жолда мен сізді сырттан білем. Одан кейін басқа осы НТ-ға ұбт-ға дайындайтын қалай айтсам екен. Компанияларды білем деді, олар курс па или мектеп па, осылай айталады. Бірақ мен сізді лидер деп танимын. Негізінде оборот бойынша, сізде оборотыңыз қанша компанияңызда? Қазір, біз 2-3 ай бұрын 1,5 миллиард оборот жасадық деген ақпарат болған. 2022-де ма? Иә, осы қаңтарда ма, ақпанда ма. Былай қаратсаңыздар, мен өзім ақшаға қатты былай не қылмаймын да. Есептеп деген сияқты. Бізде кете береді. Осы қаңтарда ма, сонда бірдеңе болды. 1,5 миллиард ол бір жылда ма? Осы неден, тамыздан бастап. Сол кезде біздің негізі біз цель қойдық 1,5-2 миллиард осы жыл жасаймыз деп.
И сол кезде ақпанда либо қаңтарда ма айтты маған, біз уже 1,5 миллион жасаппыз деп. Сонда тамыз деген август па? Иә, сіздер августтан, бұл кісілерді августтан басталып, потому что сезон августта да бұл кісілерде. Иә, тамызда бастаймыз. Мектеп басталатын уақыттан августтан февральға дейін 1,5 миллиард жасады деген сияқты да? Ақпан қаңтарға дейін. Қателеспесем солай ау деймін. Қаңтарға дейін. Негізі 2 миллиард жасаймыз дегенбіз, бірақ жетіп қойыңыздар уже почти. Иә, мүмкін. Бірақ сіздерде әлі июньға дейін уақыт бар еш? Иә, майдың аяғында бітеді ғой бәрі. Грубо бұл қазіргі темппен 1,5 миллиард 6 айда болып тұр ғой. Бұл 250 миллион айына. 6-7 ай деймін. Иә, өте керемет, өте керемет. Сіз еще сіздерде IT жағынан ондай упаковка жоқ, ешқандай пафостар жоқ. Былай чисто алдыңыздарда өздеріңіз істеп жатсыздар ше. Иә. Білмеймін, мен соған одан сайын таң қаламын ше. Қаншама бір жоқ, мен өтірік айтпаймын, қанша достарыма да айтамын да. Жігіттерсіңдер жаман былай ақылды болып отырасыңдар там я продуктолог, я там бірдеңке юнит экономика мынау әртүрлі заттар айтады так далее. Былай қарап тұрсаң, а где деньги деген сияқты сұрақ қоясың да оларға. Шынымен де алып тұрып, сіз нарықтан алып тұрып жақсы істеп жатсыз. Осындай Алла берекесін берсін. Өте қуаныштымын. Өте реально уникальный кейс деп санаймын бұны. Ана жақта адамдар сөйтіп умный болып тұрып, үлкен команда болады, инвестиция алып жатыр ана жақтан. Бір даже 50 миллионда жоқ шығар, бір 10 миллионда жоқта компаниялар бар әртүрлі. Осы жерде сіздің осы главный секрет неде ол прям өзіңіз просто айтқанда. Бағана body система так далее, ол внутренний заттар, а жалпылама келгенде. Ну мен просто бастап кеткенмін, яғни бұл жобаны универде отырған кезде лекцияда мен негізі бұны бірінші курстан бастап ВКонтактені парақша ашқанмын. Өзім сол кезде ВКонтакте модада болды. Сол кезде қазақ тілі мен әдебиеттен бүкіл материалдарды тегін беріп жүрдім. Сол 4-ші курста оқушылар андай чат ашайық, бірге дайындалайық деген нәрселер көп жаза бастады. Содан кейін неге мен көмектеспеске деген нәрсе болды. Солай басталып кеткен. Ол кезде онлайн деген түсінік енді қалыптасып жатты. Сол кезде Шомбай университет деген шыққан болатын, сол кезде олардың платформасын көрген ең алғаш. Платформа болады екен осындай деген сияқты. Мен өзім гуманитар адамын, платформа, IT жағына қатты былай қызықпаппын. Бірақ бізде 1-ші жыл, 2-ші жыл, 3-ші жыл. 3 жыл біз 3-ші жылдың басында біз алғашқы тамызда WhatsApp-пен үй жұмыстарын жіберіп, солай болып жүрдік. Сосын барып, уже ойлана бастадық, бізде оқушы көбейіп жатыр, бірдеңе істеу керек. Платформа іздей бастадық, әртүрлі платформаларды зерттедік. Сосын біз Classroom мен Google Meet-ті таңдадық. Zoom мен Google Meet-ті зерттедік. Zoom өте қатады екен, ауылдық балаларға, яғни онлайнда ауылдық балалар көп қатысады. Сөйтіп Classroom мен Google Meet-ті қолданып жүрдік. Өте күшті болды, ыңғайлы болды. Сосын бізде андай не болған жоқ та, жұмысымыз жасай бердік. Бірақ андай ой болатын менде өзіміздің жеке платформамыз болу керек деп. Өйткені конкуренттерде бізде платформа болды. Олардың бізден ұтқаны платформа болды. Кейбір клиенттер, оқушылар сол платформаларына қызығып та сол курстар таңдайтын кездер болды. Содан кейін Classroom-ға бізде андай понятие болды да, Classroom сияқты платформаны қазақстандық программистер жасай алмайды деген. Мен программистерге, қазақ программистеріне сенбейміз деген нәрсе болды. Бірақ былтыр сәуірде рисковать етіп, таныс арқылы бір кісілермен жоба сол платформаны жасамақшы болдық. Біздің система, енді қалай айтсам болады, көбісі түсіне бермейтін система. Сондықтан ол кісілер бізді дұрыс түсінбеді, немесе біз дұрыс түсіндіре алмадық. Ол кісілердің жасаған платформасы бізге ыңғайсыз болып шықты. Сөйтіп біз қазір қайтадан жасайын деп жатырық. Бұл платформаға не үшін келдік? Былтыр біз қатты былай кіріскен жоқпыз. Неге? Өйткені Classroom жақсы жүріп жатты. Жарайды, Classroom жақсы жүріп жатыр, көре салайық платформаны деген ниет болды да бізде. Вот енді бізде Classroom-мен проблема пайда болғаннан кейін осы жылы біз уже кәдімгідей кірістік. IT бөлім аштық, IT бәрібірде керек екенін осы басымызға тиген екенін түсіндік. Уже эффект масштаб. Иә, масштабқа шыққың келсе IT керек екенін түсіндік. IT керек. Бірақ 250 миллион істеу үшін Classroom-нан басса, Google Meet-тан басса деген. Негізінде
біреулер болады ғой, IT бірден платформаны жасап шығынды алып жатады да барады да продукт сонша емес болып шығады деген сияқты. Ну бірінші бұл жерде ниет бастап кету керек сияқты, сосын жұмысың жүріп бастаған кезде уже барлық нәрсені қоса бересің. Бірақ бұл жерде сіздің конкуренттеріңіз де бастап кетті ғой, олар да істеп жатыр, бірақ оларда не үшін выручка аз, сіздерде не үшін көп? Олардың IT-ның түбіне жеткен адамдар. Бұл жерде мәселе жаңағы продуктыда деп ойлаймын, оқушыларды дайындықтағы методика, оқушылармен байланыс, сол деп ойлаймын. Біздің ұтқанымыз біздің оқушылармен жаңа клиентпен байланысымыз ерекше. Мен мысалы сол клиенттер клиент алып келді сіздерге. Иә. Служба заботы клиентов. Бұл өте маңызды. Сен үңгірде қалып қойсаң да, сен қасыңдағы адамға қолдау, жылылық білдіре алсаң, ол сен қасынан кетпейді. Сен лакшери жерде отырсаң да, ол сен суық болсаң, ол адаммен сенмен ешқандай қарым-қатынас болмаса, ұзаққа бармайды деген сияқты. Ол компанияларда атап айтпай қойын, анимация кеткен ішінде, жоқ, олар наоборот жақсы, нормально істейді, бірақ 140-тағыдай жоқ та. И олардың, соответственно, продукция, качество, анимация кеткеннен кейін себестоимость продукта өте жоғары оларда. И в конечном итоге оборот аз болғаннан кейін бәрі уже вот уступает вам 140-қа. А сіздерде ондай там анимация дегендер жоқ, ондай жоқ. Бізде мультик қылып түсіндіру ана жерде. Жоқ, бізде барлық мұғалімдер живой өздері түсіндіреді, митті тікелей эфирде деген сияқты. Қанша адам сіздер ай сайын сарафанмен келетін есептей аласыздар ма? Мен былтыр опрос жасаған болатын оқушылармен, маған өте қызық болды. Сол кезде таныстарымнан, туыстарымнан, сыныптастарымнан деген сияқты бізде 70% болды. Сол кезде түсіндім, былтыр бізде сарафан радио 70%, яғни 70% бір-бірінен естіп келген. Осы жылы біз оған ғана қарап қана қоймай, біз маркетингке күш салдық, пиарға, блогерлермен жұмыс деген сияқты өте көп ақша салдық. Сол кезде уже таргеттен де көп танымайтын, бізді білмейтіндер келе бастады. Сол болды. Мысалы бізде қазір бір айда 3000 оқушы тіркелсе, оның бір 1500-2000 өзіміздің оқушылар, қалғаны таргеттен деген сияқты ғой. 1500 деген сарафанмен келгендер ма? 1500-2000, иә. Солай деуге болады. Өйткені осы наурызда бізде таргетпен проблема болып қалды. Біз цельді 3000 деп қойдық, бірақ 2000 оқушы тіркелді. Таргет почти жүрген жоқ, өйткені 18+ болып кетті таргеттің несі. Бізде оқушылардың барлығы 15-17 жастағылар. И таргеттен ешқандай бізде лид болған жоқ. Біз өзіміз 2000 оқушыны жинадық. Инстаграмнан көп па, тиктоктан көп па сіздерде клиенттер? Клиенттер бізде Инстаграмнан бар, көбісі ыстық, бізді танитындар. Тиктоктан көбінесе 7-ші сынып, 8, 9, 10 сыныптар. И олар көбінесе бізді біле бермейді. Сондай. Сіздерде структура қалай өзі компанияда? Қанша адамсыздар? Команда прям андай топ сочный управлениеға араласатын адамдар қанша? Басқарма. Бізде басқарма бөлімі деп аталады олар. Бізде қазір олар филолог екенін көрініп тұр, бәрі қазақша. Мен өзі андай управление менеджмент, басқарма, жұптық жұмыс, бади система айтайын. Тек қазақша. Иә, барлық қазақша. Басқарма бөлімінде бізде әр бөлімнің басшылары, ең главный адамдар 30-дан аса, 30-32 болу керек. 30-32. Олар мұғалім емес, олар бөлім басшылары. Маркетинг басшысы, сату, роб, продукттың басшылары бар деген сияқты, HR-лар. Ал жалпы компанияда қанша адам жұмыс істейді деп айта аласыз? Бізде 750-ден аса сотрудник болды. Біз осы неде кішкене қысқарттық, өйткені бізде потоктар азайып жатыр. Оларды қысқартқанда енді запасқа қойып қойдық. Отдел продажба көбісі? Көбісі бізде кураторлар. Бізде кураторлар пик болды, 600-дей куратор болған шығар. Қанша адам бар? Қазір 300 бірдеңе куратор қалды. 600 куратор ол қанша оқушыға? Әр қайсында 50-60 баладан. 600 куратор. Ол қанша? 30 мың болып кетті. Так, 500 бірдеңеден болды ау деймін. 500 бірдеңе куратор. Бізде 750-дей сотрудник болды, қазір 690 бірдеңе қалды. Көп бөлігі 70% кураторлар. Онлайндар, көбісі. Куратор, бақылаушы онлайн, отдел продаж, маркетинг и продукт бізде офлайн, офиста жұмыс істейді. 100 дедіңіз, это именно басқармасы, қалғандары уже общий кураторлар деп айттыңыз ба? 100 дейсіз ба? 100 деп айттыңыз ба? 32 басқарма. 32 олар әр бөлімді басқарады. Шонбайда қанша адам болды? СБС-та?
есімде жоқ ол жерде бөлім көп еді ғой да ол жерде бір 20-30 адам болған шығар бөлім басшысы басқармада а жалпы компанияда 180 ең максимум болған 180-дей болды 180-дей тимбилдингқа шыққан кезде екі арбаспен шығатын едік сондай болды еще қалғандар машинамен шығатын сөйтіп бізде де проблема ол бірге шығу деген жер таңдау қиын. И қазір қандай жоспар болып жатыр? Қазір сіздер оборот бар жасап жатсыздар, одан кейін енді IT-ға көңіл бөліп жатсыздар. Тема, по идее, уже өте дұрыс ход. Иә. И каталог істеп жатсыздар, да? Каталог? Ой, каталог дегенде портал обучение бағана, платформа сияқты. Платформа істеп жатсыздар, да? Платформа. И приложение жасау олда тоже. Платформа жасап алғаннан кейін бұйырса приложение тоже жасаймыз. И қазір конкуренттер, мысалы рынокта жүргендер мектеп ашуға кетіп жатыр. Хай скулдар ашып жатыр. Мысалы, сіздер қандай онда жоспарда бар ма? Негізгі біздің 140-тың мақсаты мектеп ашу. Бірақ ол андай қазіргі, біздің конкуренттер ашып жатқан системамен емес. Біз асықпай өзіміз с нуля жаңағы ғимарат салып ашқымыз келеді. Яғни мен өзімнің то есть франшизамен емес өздеріңіз ашқыларыңыз келеді? Өзіміз, может біз инвестор тартатын шығармыз, бірақ жер алып өзіміз кәдімгідей ғимаратты проект сызып сонда әдемі дизайнмен солай ашқымыз келеді. Не үшін? Өйткені мен бүкіл мектептерді зерттедім. Негізі мен high school тоже ашқым келді осы күзде немесе келесі жылы деген сияқты. Бірақ мен барлығын зерттедім, қарадым. Андай ғой, high school ашу үшін андай ходтармен, андай жолдармен жүру керек екен да. Мысалы, қандай жолдар? Қандай жолдар? Таныс арқылы. Бер жүру деген ба? Сондайларды естідім, и ондай нәрсе маған ұнамайды. И ондай жолмен андай ашып, андай қалай айтсам болады, бір қазіргі high school'дарда ресторан сияқты ғимараттарға ашып жатқандар да бар да. Мен ондайды қаламаймын. Менде барлығы әдемі, өзім ойлағандай, оқушыларға, клиентке күшті әдемі, удобный, сондай бір комфорт здание болған қалаймын да. Ол үшін асықпай бірінші жаңағы методикасын ойластыру керек. Мұғалімдер жинау керек, команда жинау керек. Барлығы сапалы түрде болғанын қалаймын. И сондықтан оған әлі де дайындық керек екенін түсіндім. Содан кейін бізде енді онлайнда өте көп жаңағы возможностьтар бар бізде онлайн арқылы. И неге мен онлайнға көбірек көңіл бөлу арқылы мен кейін асықпай жасамасқа деген ой келді. Яғни конкуренттер жасап жатыр екен деп мен де асығыс үсігіс шала жасағым келген жоқ. Керемет. Өте дұрыс. Ата көбісін естесін, ана істеп жатыр, мен де тез баруым керек деген сияқты. Тез істеу керек деген андай болады. Мен примерно түсіндім, сіз қандай зат айтқаныңыз, андай өзінің әдемі кампусымен. Мысалы, Тамыз Education, Назарбаевский мектеп бар. Өте күшті негізі. Енудің главный корпус сияқты деді. Ол жақтан бірінші класстан бастап болады ма? Біз оны әлі де ойланып жатырмыз. Егер біз 2024 либо 25-те ашатын болсақ, андай ғой, менде өзім көз алдымда былай елестетемін, үлкен бір жер алып, бастауышқа бір жағына бастауышқа бөлек, 11-ге бөлек, 5 пен 9-ға бөлек қылып, үлкен кампус қылып, мысалы Казнодың кампустары бар ғой, күшті қалашық дейма не деуші еді? Кампустарын ішін айтамайым енді, сыртынан әдемі, городок әдемі. Сыртта әдемі, сондай бір, сондай көз алдыма елестейді, солай жасасақ деген, әлі де идея, оны қағаз жүзіне түсіріп, ойластыру керек. Сіздер қолданыңыздан келеді. Обязательно сіздер андай мечтатель адамсыздар да. Барлық предприниматель дегендер сондай ғой. Тем более филология оқыған ертегі. Тем более филология. Қиял деп па? Гуманитарлар. Жолдай сізге қарап тұрмын да. Внешность обманчива болуы мүмкін. Бірімізді инстаграмнан танимыз. Нұрекең алдында кез танисыздар уже оқып. Мен қазір енді көріп тұрмын. Өткенде Гүлбану Майгарина келді. Ол кісі 56 точкасы бар. И тоже біраз оборот істеп жүр, так далее. Келді да такая боевая, сондай көрініп прет ше, предприниматель ше. Нандай там келе салып, мобилограф табу қиын, кадрлар жоқ рынокта, адамдар істерін там до конца бітірмейді. Сондай қылып, осындай полностью несімен негативін айтып кірді да, ішіне жиналып қалған затын ше. Бірақ жақсы адам өзінің айтты, четко бәрін жасайды, мықты предприниматель, өте жақсы адам екен көрініп тұр. Сізге қараймын да, сіз
жұмсақ и нәзік и спокойно, иә, спокойно. Қаталдығың да бар. Ол обязательно болу керек. Вот, поэтому шынымен де айтады, внешность обманчива деп. А мен түрім қатал көріне ма? Вообще қатал көрінбейді. Қаталдығым бар. Командасындағылардан сұрау керек сияқты. Оқушылардан. Ішкі кухняны уже қандай екен. Солар айтатын сияқты ғой. Мұғалімдерге, кімдерге, студенттерге бәрі де мұғалім қатал болып көріне береді. Мен де коллегалардан сұрау керек. әділетсіздік болса, вот ол кезде енді ашуланамын. Әділетсіздікті жек көремін. Керемет. Ондай кезде, иә. Ойымда ашық тік айта аламын да. Орнымен деген сияқты. Енді бұл сіздің бірінші бизнесіңіз, иә? И Қанат Джо кезеттен ол да алып тұрып, неден бастады? Excel-ден бастады ғой, адамдарға тұрып көмектесіп, Excel істеді, там формуласы. Бесплатно беріп бастаған. Да. Қай жер, қай универге қандай балмен түсуге болады деген сияқты. Содан ВКонтактеден бастады. Сіз сол болып тұрғы сондай, иә, уже? Туровқа рахмет. Иә, сол кісі рахмет. Обмен ғой, обмен. Всегда беру керек та адамдарға шынымен. Беру керек безвозмездно, вот просто арам ойсыз адамдарға көмектесе беру керек, и осыдан сен определяешь боль, и солай көмектесіп, міне, үлкен. Өте дұрыс. Мен жалпы өмірлік принципім де сол. Бірінші беру, алу емес деген сияқты. Беру арқылы алу деген сияқты ғой. Өзің бірінші берсең, Алла тағала и так өзі береді деген сияқты. Иә. Енді қандай сіздерде қазір компанияның ішінде, 3000 оқушы, 5000 оқушы де. Жалпылама тамыздан бері қанша оқушы оқып жатыр дедіңіз? Қазірге дейін 20 000 оқушы бар. Шығып кеткен оқушылар бар еще. Барлығын есептегенде примерно. Біз негізі цель қойдық 25 000 оқушыны қамтимыз деп осы жылы. Цифра басыма кірме жатыр ше. Қалай 20 000 оқушыны сен оқыта аласың? Оның бәрін уследить, елки. Біз мектепте, мен Шымкентте 9-шы лицейде оқыдым. Бізде 3500 оқушы еді. Мен қазір бағана 20 000 деп айттыңыз. И потом мен салыстырып басадым. Біздің мектепте 3500-4000 оқушы болды. Соның 8-і ғой. Соның елки. Директор быт-шыт жүреді, 3,5 адамның өзі. Шашаған. Ішінде біз өзіміз адасып жүретінбіз ана жақта ше. Адам саны көп, сөйтіп жүретін. Неше түрлі историялар болатын. Оны біреулер төбелеседі, оқитындар бар, біреу оқымайтындар бар. Онлайн төбелеспейді. Сөйтіп офлайн келетіндер де бар, бәрі бізде. Сөйтіп елестеп тұрмын да, елки, оның бәрін қамту, үлгеріп жүріп, плюс качествомен еще 90% ай сайын ретеншн келесі айда төлейтіндей қылып оқыту, это үлкен еңбек. Бір күн офисіңізге шақырыңызшы, барғым келіп жатыр. Бірақ прям подходты көргім келіп жатыр. Ана мұғалімдерге деген кураторлардың ше. Бізде кураторлар онлайндағы барлығы не? Онлайн жұмыс жасайды. Тек жаңағы басқарма бөлімі ғана. Алматы офлайндағы оқушылар енді келіп оқиды. Сол кезде уже біз айырмашылықтарын сезініп жатырық. Офлайн оқытқан 350 оқушы болды бізде. Қазір іріктеліп жатыр. 350 оқушыны офлайн қамту, яғни оқыту, ол бір тоже үлкен іс екен. Онлайнда енді әркім өз үйінде ғой. Жауапкершілік сезінбейсің, әркім өз ата-анасымен бірге деген сияқты. Сондай нелер бар екен, факторлар бар екен. Керемет. И қалай сіз бизнестен бөлек өзіңіз, как өзіңіз прокачканы қалай сіз курстар оқисыз ба отдельно тағы да? Жалпы мен негізі мектеп кезінен бірінші курстан бастап кәдімгідей кітап оқуды дағдыға айналдырдым. Мен ең бірінші осы ұбт-ны сәтсіз тапсырған кезде менде депрессия болып кетті. Сәтсіз болғанда мен өзімнің деңгейімді алып шықтым, бірақ сыныптастарым енді WhatsApp, шпормен алып кетті де мені озып кетті. Сол кезде 1-2 айма депрессия болып жаттым. Тамызда жұмысқа шықтым, өз-өзімді қолға алып. Сол кезде мен Ричард Брэнсонның «К черту все, берись и делай» деген кітабын оқыдым. Алғаш рет орысша кітап оқыдым. Сол кезде мен кәдімгідей менің көзқарасымды өзгертті де өмірге деген. Анау Ричардта кішкентай бала кезінен кішкентай бизнестер жасап бастады, банкрот болды, қайттан тұрды. Сол кезде мен ойландым, мен ойлайтын миллионерлер, байлар, олар солай өмірге сөйтіп өмірге келеді деп. Ричард Брэнсон айтады, иә? Ақшашты ол миллиардер кісі, Альцгеймермен ауырады өзі. Ойлашы, сонда миллиардер кісі. Космосқа шығып сол. Иә, қазір көп нәрсе жасап жатыр. Космотуризммен айналысып жүр. Кішкентай бала кезінен бастаған ғой. Сол кісі кәдімгідей мені көзқарасымды өзгертті. Сол кезде ойладым, барлық сәтсіздіктен де бастауға болады екен ғой деген сияқты. И сол кезде өз-өзіме андай бір іштей уәде бердім. Олар енді ұбт-да менен цифрдан өсіп кетсе де
өмірде ең главный өзімнің орнымды табам, бір нәрсені жасап шығарам деген сияқты болды. ұбт бал деген цифрамен қосса да ақшадағы цифрамен иә деп жұрттың бәрі богатый папа бедный папамен бастайтын, сіз басқаша бастапсыз. Черт всем бересе дело. Сол кәдімгідей сол кезде аты да сол айтты да. Сол кезде мен далада мороженое сатып отырдым. Мороженое сатып отырып телефонмен оқыдым. Сол кезде содан бастап мен классика оқып бастадым. Сосын әдебиеттен классика оқыдым, шетел әдебиетін оқыдым, Мартин Иден, Джейн Эйр деген сияқты шетел әдебиеттерін оқып бастап, олар маған өмірді тануға көмектесті. Мені қалай айтсам болады, кітап өсірді, ютубтағы видеолар, фильмдер осы үш нәрсе өсірді. Мен Шомбай университетіне қатысқам 2019-да, оған дейін тек қана кітап осылармен болдым. Шомбай университетіне қатысып бастадым, сосын тағы да Шомбай университетінің Шомбай онлайн ғой. Шомбай онлайнның номер 1 кейсі, успешный кейс шығар онда. Иә, медитация деген нәрселерді жасап бастағанбыз, маған жақсы әсер етті, негізінде жаңалық болды. Одан кейін мен тек қана алғашқы 3 жыл Астанада өзім жалғыз үйде тұрдым. 3 жыл бізде ешкім команда бір-бірін көрген жоқ. Онлайн жұмыс жасадық. Содан кейін менің локдауннан кейін ба примерно. Иә, өміріме өзгеріс керек деп, жаңағы 2021 жылы тамызда Алматы қаласына көшіп келдім. И осы жаққа көшіп келіп, командамен живой бір-бірімізді көріп, офис жалдап, жұмыс жасап бастадық. Содан кейін 21, яғни осы былтыр мен HR капиталға қатыстым. Айтпақшы, Гүлбану ханым да қатысқан. Мен ол кісіні көргенмін. Оқыңыз ба HR-да? Иә, оқып шықтым. Онда обмен, криминальный обмен бәрін өткен. Сол курсқа қатыстым, адамдармен сөйлесу дегенді үйрендім. Оған дейін мен ұяң, тұйық болдым, өз-өзімен отырып, бір нәрсені шұқылап, бәрін жасай бергенді жақсы көрдім. Робот сияқты үйде отыратын, ешқандай қыдырмайтынмын. Андай ғой, жеке өмір мен жаңағы қыдыру, демалу дегенді құрбан еткен сияқтымын жұмысқа. Егер мен сол кезде ойлаймын, егер мен қыдырып кетсем, жалпы солай баланста ұстаймын десем, мен номер 1 болмас едім. Андай осы 140 осындай жобаға айналмас еді деген нәрсені енді түсініп жатырмын. Андай успехқа жету үшін бір нәрсені құрбан ету керек дейді ғой негізінде. Сондай нәрсе болды. Сол HR капиталға өмірімде бірінші рет офлайн курсқа қатыстым. Қатарынан кітаптар оқыдым. Сол жердегі 2 тренингқа қатыстым. Общениеға қатысты. HR-дың ішінде. Ол деген кәдімгідей мені жалпақ тілмен айтқанда төңкеріп тастады. Мен мүлдем адамдармен сөйлесе алмайтынмын. Командаға да басында ұрса алмайтынмын. Өйткені мен онлайн оларға ұрсып қалғанмын ғой. Өмірде сіз вообще ұрыспайды екенсіз дейді маған. Кешке звондасса көз ұрсам деп па? Онлайн отырып ұрсатын тек қана. Сосын ашылып бастадым адамдармен сөйлесіп. Сол курс кәдімгідей өмірімді өзгертті. Сосын Ескендер Бестайдың мастер-майндына қатыстым. MBA-да, мини MBA ма солар ма? Жоқ, жеке мастер-майнды болды. Сосын онлайн, қалғандар онлайн қатыстым курстарға. Көбінесе қазір мен менеджмент, команда басқару бойынша қатысып жатырмын. Қатысып жатсыз ба? Вот команда басқаруға қатысып, қазір команданың средний жасы қандай сіздерде? Бізде так 18-19 шығар. Вот бәрі Z поколение ғой? Иә. Қиын ба басқару? Қиын. Жаңа айтып жатсыз ғой, прям бәрі күшті деген сияқты. Қаяқтан жылайын басқаруды. Жоқ, мен пример представляю, 600 адамды басқару деген. Елки ол. Бізде, мен осы жақында ғана сторисқа салған болатын, біздің курс, ол идеальный курс емес деп. Андай ғой, 140-қа тіркелсем, 140, оу, күшті, кірсем болды деген, андай қалыптасып кеткен да, барлық адамдарда. Сол нәрсе кейде мені қорқытады. Адамдардың идеальный көріп, ертең бір нәрсе дұрыс болмай қалса, 140 па деп ойлап қаламаймын да адамдардың. Бізде де қателіктер өте көп. Бізде де өте үлкен жаңағы түсініспеушіліктер болып жатады, анау ұмытып кетеді қызметкер, ананы дұрыс жасамай қояды, оқушылар да мынау дұрыс емес, мынау неге былай деп қазіргі поколение андай бетке айтып тастайды да. Осы күнге дейін оқушылар андай бізде осылай жасаса қалай деген сөйтіп ұсыныс білдіретін да оқушылар. Қазіргі оқушылар неге сіздер былай жасамайсыздар дейді.
мен мысалы инстаграмды осы жақында өшіріп тастадым. Иә, байқадым. 9 күн жоқ болып кеттім. Оның бір үлкен бір себебі, мен күнде инстаграмға кірсем, запроста всегда бір курсқа қатысты оқушылардың жазған мнениесі болатын. Мына куратор былай істеді, анау неге бүйтті. Мен отырамын да, бұл проблеманы мен неге естуім керек деген нәрсе болады. Команда не істеп жатыр деген сұрақ болатын. Оқушылар андай ойларыңды ашық айтыңдар деген сайын айта береді. Тырнағасынан кір іздеген сияқты болып кетеді кейде. Сондай нәрселерден мен өте қатты шаршап кеттім да, инстаграм өшіріп тастадым. Сөйтіп кәдімгідей миым тынығып қалды. Күнде осы жақында инстаграм менің автомат түрде өзі ашылып кетті. Сосын ашылып кетіп, запросто ашып қалсам уже әлі жазып жатыр ғой, жазып үлгеріп жатыр ғой. Анау бүйтіп қалды, мен ана топқа қоспады, анау бүйтті, мұғалім сабақ дұрыс бермеді, бірдеңе деген сияқты. Ондай нәрселер бізде болады. Бірақ андай да, любой жерде өз кемшіліктері болады ғой, сонымен жұмыс жасап жатырмыз. Просто соған иммунитет қалыптастырып алу керек сияқты ғой, жаңағыдай хейттарға, адамдардың возражениесіне деген сияқты. Иә. Бізде мысалы осы жақында тоже болды бір үлкен түсініспеушілік, бір оқушымен мысалы біздің системаға қатысты айтады. Мен командаға кейбір нәрселерін араласпаймын, менсіз қабылдаған кейбір шешімдері дұрыс болмай жатады. Оқушыларға оқушыларға ыңғайлы болмай жатады. Содан кейін өзгертуге, былай өзгертуге тырысамыз. Главное, ең бастысы оқушы не айтады, соны бірден қабылдаймыз. Көз жұмып қарамаймыз. Оқысаң оқы, оқымасаң кет деген сияқты нәрсені айтпаймыз. Оқушы мына куратор маған ұнамайды десе, басқа топқа ауыстырамыз. Либо мына мұғалім ұнамайды бізге деп айтса, біз бірден ертесі күні басқа мұғалімге ауыстырамыз. Бізде сондай тез қимылдау, мен команданы үйретіп бастағам, тез шешім қабылдау, клиент не айтады, соны жасауымыз керек деген. И ол клиенттің айтып жатқанын біз ақылға қонымды ма, қонымсыз ба, оның бірінші опрос жасау арқылы, бүкіл оқушыны жинау арқылы, мнениесін сұрау арқылы шешім қабылдаймыз. Түсінікті. Негізінде бұл негатив туралы мынандай ой айтамын да сізге. Анау Макдональдстың примері. Өзім негізінде негативпен өзім кездескеннен кейін примерно ал есіме түсіріп отырамын да, шынымен де осындай болыпты ғой деген. Мынандай зат. Макдональдсты мен жақсы көретін, жабылып қалмай тұрып мен көп жейтінмін, короче, өткен жылда даже ораза кезінде барамын да, ауызашарға сәресін соны жеп алатын. И мен Макдональдстың грубо айтқанда қанша уақыттан бері ашық тұр, и 3 жыл ма, 4 жыл ма білмеймін, но 2 рет отзыв қалдырған екенмін бір кезде. Екеуі де негативный. Короче, мен все идеально болған кезде мен ештеңе жазбаймын да. И адамдардың көбісі сондай. Бәрі идеально, заказ бердің, алып келді саған, жедің, кеттің, все. Отзыв сені сұрамайды, и все. И бірақ бір рет барасың, саған тұрады да 2 сағат кешіктіріп береді, тамағыңды ауыстырып жібереді, басқа адамды беріп жібереді, сондай косяктар болды, и ол туралы жаздым. Сонда 2 рет отзыв қалдырғам, екеуінде де негативный болды. И сол үшін сіз бағанағыдай запросқа келетін болса да, оның барлығын мүмкін қатты көңілге алмау керек деп ойлаймын. Иә, соны үйреніп жатырмын. HR-ның тілімен айтқанда конфронт да. Конфронт жасау керек. Иә, бізде өйткені көбінесе сондай ғой, негізі кәсіпкерлерде, мысалы біз СБС-та жүрген кезде тоже хейт болатын ғой, адамдар өйткені бір жылда 14 мың адам оқыды ғой жақта. Тем более чек үлкен, 150 мыңнан 300 мыңға дейін барды. Мысалы Қуанышымыз аға, Мейірбек мырзалар жазады, олар просто скрин жасайды да, жібере салады. Қай отделға қатысты. Скрин жасаймын, жіберемін. Иә, соны жібере салады. И әр отделдің басшысы өзі все көрінбейді, болды. Әрмен қарай отделдің басшысы өзі шешіп алады, оған өзі ондай ма или командасына бір адамға айтсаң да тама деген сияқты да. И біз андай көбінесе біз сразу бірінші мәртеден идеальный продукт жасауға тырысамыз да. Негізі әлемдік компаниялардың ешқайсында ондай практика жоқ. Мысалға Apple, Стив Джобс кезінде ең бірінші компьютер шығарып бастады ғой, Mac-тың, Macintosh. Сол кезде ең бірінші компьютерін шығарған кезде олардың презентация уақытына дайын болмай қалады да. И Стив Джобс, короче, түнімен... Привет деген сөзді сол үшін, иә? Стив Джобс тұрады, короче, командасына айтады, маған пофиг, түн боласыңдар ма, қашан, маған таңертең презентацияға дайын болу керек дейді, команда түнімен қонып істеп береді. И презентация болған кезде Macintosh қосқан кезде Hello Mir деп шығу керек болады ол жерде. И басқан кезде кнопка 3 секунд пауза болып қалады, экран қосылмайша. И Стив Джобс кәдімгідей қорқады жерде, мынау қазір косяк болып қалады деп. 3 секундтай пауза болады, и қайтадан қосылады да Hello Mir деп шығады. И неде то же самое болған, Илон Маскты Теслада Model X ба, или Model S қайсы біреуін шығарған кезде машинаның презентациясы болған кезде тұрады, бүйтіп машинаның несі. Машина тұрады кәдімгідей залда. Сөйтіп бүкіл инженерлердің уайым болған, адамдар келіп машинаны ұстамаса екен деген. Ұстамайсыз, қасына бүйтіп алыстан тұрып суретке түссе екен деген ой болған да. Не үшін? Себебі Тесла уақытылы дайын болмай қалғанда, ішінен ағашпен тірек қоя салған ғой. Сыртын ғана қоя салғанда, сұлбасын ғана. Чтобы адамдар келіп тіресе бірақ құлап қалады ғой. И оларда сондай ойым болған. Бүкіл әлемдік компанияларда осындай нәрсе бар, бірақ бізде андай қалыптасып қалған, что біз бірінші жасаған кезде сразу идеальный болып кету керек деген сияқты. Бірақ біз идеальный ешқашан бола алмаймыз, біз просто ближе к нулю боламыз ғой.
дайындал, әр кезең сайын оған жақындай береміз болды. Иә, мен соны түсіндім да, алдында сторисқа сол үшін жазған болатынмын. Яғни оқушылар, біз идеал емеспіз, бізде де қателіктер болады. Даже мұғалімдер де үй жұмысын кеш салады бізде. Мұғалім ауырып қалады, сосын айтады, неге сабақ уақытылы болмайды деген сияқты шығады да. Кейбір оқушылар, көпшілігі түсінеді. Түсінеді, но кейбір оқушылар болады, сондай іздеп қалып айтатын. Сондай айтқанды дұрыс шығар, бізге жақсы, ол минуспен жұмыс жасаймыз, уақытылы болуын талап етеміз да. Сторисқа салғаннан кейін андай болды ма, бір жеңілдеп қалғандай? Иә, жеңілдеп қалғанда болдым. Еще ол кезде запрос бәрін өшіріп тастағанмын ғой, ешкім жазбасын деп. Сториста деген андай өзінің қателігіңді мойындаған кезде адам жеңілдейді ғой. Иә. Сәл оған оңайырақ болып бастайды да, өмірді сүру или нелерде сондай стендаперлардың көбісі стендапқа не үшін шығады, адамдар стендаптан үнемі өзінің комплекстерін айтады да. Шығады да өзінің комплексін айтады, и все, ол халыққа шығу андай жеңіл бола бастайды. Тұрады айтады, мысалы мен ұйқы бастым дейді, болды ше. Оған нормально, ол келесі шыққан кезде ұялмай шыға бастайды. Келесі шыққан кезде тағы бір комплексін айтады. Мен тырнағымды істеймін дейді, болды. Ол тағы бір комплекс жетеді, келесі шыққан кезде тағы бір комплекс. Айтқан сайын ашыла береді да ол. Халыққа жақындай береді. Халық та оны өзіне тартады, потому что айтады, идеальный адам емес, өзім сияқты қарапайым адам екен ғой деген сияқты. Бізде наоборот қой, өзін идеальный ұстап алады. Наоборот, маған неге там халық жақындамайды, мен неге жақын араласпайды деген сияқты болып жүреді. Жеке өмір мен бизнесті қалай сізде совмещать болып жатыр ма, жеке өмір бар ма, или тек қана бизнес па, андай 20 000 адамды оқыту деген алып жүру? Мен алғашқы 4 жыл кәдімгідей жұмысқа баспен кірдім деп айта аламын. Осы 5-ші жыл более-менее делегирование болып жатыр. Яғни үйретіп, сеніп тапсырып деген сияқты. Мен келем, тек қана тексерем, қателіктерін айтамын. Сендер мына жерде қателеспейсіңдер, келесіде осылай жасаңдар деген сияқты. Спокойно қабылдайды. Жеке өмір дегенде ол енді тек махаббат емес шығар. Иә, жалпы жұлдызай өзі 140-тан бөлек не істеді. Оған дейін мысалы 4 жыл мен мүлдем қыдырмадым, мен әлі шетелге шығып көрмегем. Әлі күнге дейін? Жоқ, қыдырмағам, ешқандай спортпен осы Алматыға келіп былтыр жазда айналысып бастадым. Ол да тұрақсыз болып кетті. Қазір енді телефон өшіріп тауға кетіп қалу деген әдеттер бар. Солай демалам, кез келген жеріме бара алам деген сияқты. Концерттерге барып үйрендім. Осы жылы өзіме біршама көңіл бөлдім деп айта аламын. Жаңа автокөлік алыпсыз. Оны да андай қажеттілікпен алдым да, оған дейін айтатын, сіз неге машина алмайсыз деп. Мен қызықпаймын дейтінмін, сосын таксимен жүре берермін деп. Бірақ таксиді күтіп қалу, либо ол мені күтіп қалады. Сондай ситуациялар болды, и таксимен проблемалар болды. Андай түсініспеушіліктер деген сияқты. Сосын ойландым, уже менің уақытымды жеп жатыр, и менің нервімді алып жатыр, лучше машина алайын деген сияқты болды. И машина алдым, өте ыңғайлы. Кәдімгідей уақытым үнемделіп жатыр. Айдау жағынан қиналмайсыз ба? Жоқ, мен айдамаймын. Жүргізуші бар. Айдауға қызықпаймын. Уақыты келгенде. Таксимен жүру қауіп, әйел адамға машинамен жүру қауіпсіз ба? Өзінің машинасы болған қауіпсіз әйел адам үшін, қыз баласы үшін. Енді екі жақта да қауіпсіздік, қалай айтсам, қауіп бар. Мысалы, машинаны өзің айдап бара жатқанда, құдай сақтасын, сені біреу қағып кету деген сияқты. Таксимен келе жатқанда ондай да болады. Кейбір таксисттер андай дөрекі болатын, қорқынышты болатын, кішкене қыз баласы болғаннан кейін мен ата-анам өте қорқады. 24 жыл бойы мен олармен бірге тұрдым. Алматыға кеткен кезде мен алғаш бөлек шыққан болатын, сол кезде уайымдайды мені. Мен еще жалғыз тұрамын деген сияқты да, сондай тема. Қазір өзімнің інім, жүргізушім, қауіпті сезінбеймін өзімді. Қалай, қарапайым далада таксимен жүру әйел адам үшін қауіпті. Иә, қауіпті негізінде. Сондай, хоть Америкада сондай несі бәрі ше. Бетін алық қылсын. Да, өте керемет, өте уникальный кейс. Жаңа Z поколение туралы мен сұрағым жауап алмадым негізі. Басқару қалай, мысалы, реально настрой, олардың настроениялары былай, настроениялары құбылмалы, мысалы, одан кейін жаңағыдай байқайтын андай да ол кісілер өте тұрақсыз да. Екі ай істейді, үш ай істейді, и потом мен өсіп жатырмын дейді, сразу асығысың, максимализм ұрып тұрады да. Біздегі бір плюс, ол оқушылардың барлығы біздің курста бітіріп шыққан оқушылар болғандықтан көбісі біздің системаны түсінеді, біздің компанияның құндылығын, миссиясын түсінеді. Бір-бірімізге миссиямыз, құндылығымыз сәйкестер, бізде ұзақ жұмыс жасап жатыр қазіргі таңда. Ең алға көп барлығының почти ең алғаш жұмыстары. И олар өздері бастарына өткерді осындай дайындықты.
олар өздері бізден қолдау сезінді, махаббатты сезінді, нәтижені көрді, и олар да келесі өз сияқты оқушыларға бергісі келеді. Біздегі басты не? Құндылықтардың бірі сол, беру, көмектесу, қоғамға пайда келтіру. Сол тұрғыда бізге барынша көмектеседі, тұрақты, жақсы жұмыс жасауға. Но барлық идеальный емес, оларда да выгорание, депрессия деген нәрселер шығады. Мен кейде түсінбеймін. Мысалы айтам, бір сотрудник айтам, сенің жұмысың неге былай болып жатыр? Не болып қалды саған десе, менде выгорание. Менде депрессия деп па? Менде депрессия дейді. Менде олар енді жаңа түсінуге болады, университеттегі сабақпен бірге қатар алады да олар, студенттер. Қатар алып жүргеннің өзінде де солай жұмыс жасап жатқан сотрудниктер бар, мен оларды прям мақтан тұтам. Молодцы деп. Олар андай уже жұмысты бірінші орын қойып тастаған. Универдегі сабақ оларға андай изи болып кеткен. Барам, оқи салам, айта салам. И солай 90+ алып жүргендер де бар. Но солай летникада қалып жүргендер де бар. Бірақ олар айтады, маған маңызсыз бұл сабақ. Мен өзім жолым таптым деген оқушыларда, жаңағы қызметкерлер. Мен барынша қолдауға тырысамыз. Бізде HR бөлімі бар. Но мен көбінесе айтамын, проблемаларыңды өздерің, яғни жеке өмірдегі проблемаларын жұмысқа араластырмаңдар деп. Солай үйретуге тырыстым осы жылы. Енді қатты емес, но арасында болады. Қызымен ұрысып қалса выгорание болып кете бере ма? Сондай сәттерде мен командаға жалпы мотивация беруге тырысам, қолдау көрсетуге тырысам. Менде андай отношение жоқ оларда. Выгорание деген нәрсені ұмыт, сен жұмыс жасауың керек, андай-мындай деген сияқты. Мен барынша бірінші сөйлесуге, шешуге тырысамыз. Но ол прям ай сайын қайталана беретін болса, ол да жаман. Ондай қызметкерлер енді ұзаққа шыдай алмайды. Сіздің өзіңізге мотивация кім береді? Сіздің өзіңізге мотивация кім береді? Менторыңыз ондай адам бар ма? Мен өзімнің мақсаттарым өзіме мотивация беретін. Осы күнде тоже солай. Мен бұл өмірге бекер келген жоқпын. Менде белгілі бір миссия бар. Мен соны орындауым керек, өйткені Алла тағала маған соған жетерлік қабілет берді. Мен соны орындау үшін келдім, сондықтан маған жылап отыруға, выгорать етуге ондайға болмайды, но болады менде де шаршау. Мен демалып аламын, телефон өшіріп 1-2 күнге ғана, қатты созылмайды, но осы 9 күннің өзінде де мен Инстаграм жапқанның өзінде мен мына жақта біршама шаруа жасадым. Ойлаған шығар бәрі диванда жатып демалды деген сияқты. Жоқ, менде налогымен проблема болды, 3 күн жүрдім деген сияқты. Мотивация өзім мақсаттарым береді. Былай бір адамды үлгі тұтып, мен соған ұқсағым келеді деген болмапты. Ата-анам әрқашан мені қолдады, мен еркін өсірді, өзіңнің таңдауың деген сияқты. Сол ата-анам алғыс. Сізге айтқан жоқ па ата-анаңыз, Жұлдызай, сен оқыдың филологияны, бар жұмыс істе, компанияға тұр, нормально, так далее, айлыққа. Ата-анам ештеңеге араласпайтын. Мен мектеп кезінде де мен өзім үй жұмысын орындайтынмын, барлығын өзім істейтінмін. Сол кезде мен мынандай жарысқа қатысып келдім дегенде біліп отыратын. Сен қатыстың ба деген сияқты. Сосын мен осы 140-ты ашқан кезде мен алғашқы 2 жыл ешкімге айтқан жоқпын. 140-ты ашқан туралы группаластарым өздері тауып алған, мынау сенікі ма деген сияқты. Мен даже сторисқа бөлескім келмейтін, өйткені мен андай перфекционист болдым ба, бір андай идеальныйға жеткізгенде бірақ бөлсем деген цель болды ма. Әрқашан көңілім толмайтын, жоқ әлі емес деген сияқты ұялатынмын. Өзімді солай оқытып жүргенімнен даже ұялатынмын. Сол кезде ата-анам немен айналысып жүрсің деген кезде жұрттар сұрайды, енді қызыңыз немен айналысып жүр, бітірді ғой деген сияқты. Білмеймін, залға кіріп алып бір балаларды оқытады. Бір балаларға көмектеседі, сол сөйтіп жүр деп айтады. Сосын 2 жылдан бастап кішкене ата-анама көмектесіп бастадым. Сол кезде түсіне бастады. Мен осылай ұбт-ға дайындап бастап жатырмын. Осылай оқытам деген кезде. Қазір де енді түсініп жатыр. Ол кезде де бала оқытады деген нәрсе болатын. Группаластарым да сол кезде танып, біліп, сен неге бізге айтпадың деген нәрсе болатын. Менде ұлы үстін демей істе деген принцип қалыптасып қалған ба, сондай болды. Қазір үндеп істеу керек сияқты, маркетингші. Қазір уже камераға түсуге үйреніп жатырмыз. Вот менде мына жерде жаңа андай ой болды да. Жаңа сіз айттыңыз ғой, бізде оқушылар бар, сіздерді бітірген студенттер бар, жұмыс істеп жатқан сіздерде. Бірақ олар универде оқиды, бірақ олар үшін универ 2-ші орында, 1-ші орында жұмыс істеп. Осы жерде маған андай ой келді да. Қазір осы курстардың мүмкін басқа нәрселердің әсері шығар. Адам, жас оқушылар, абитуриенттер университетке грант үшін түседі, мамандық үшін емес.
Вот бұл нәрсеге курстардың қандай әсері бар деп ойлайсыз? Әсері бар ма негізі? Потому что оларда всегда грантқа түс, и рекламалардың өзінде там ата-ананың үмітін ақта деген сияқты мындай ярлықтарды айтып тастай береді маркетинг арқылы. Иә, осы жақында мен Астанада офлайн оқушылармен жиналыс жасадым. Сол кезде мен сұрақ қойдым да, сендерге грант керек па деген сияқты. Грант үшін келдіңдер ма деген сияқты. Сол кезде бір оқушы шықты да, бұл сұрақ негізі дұрыс емес. Мен грант үшін келген жоқ, мен білім үшін келдім дейді. Мен ойланып қалдым. Осылай ойланатын оқушылар да бар екен ғой деген сияқты. Көп оқушылардың миында қалыптасып қалған, мен ата-ананың үмітін ақтауым керек, грантқа түсуім керек, қалай да? Ол жақсы көретін мамандық болсын, жақсы көрмейтін болсын, мен грантқа түссем болды, ата-анам риза болсын болды. Ары қарай не істейтінін білмейді. Ал бізде жалпы 140-тың миссиясы ол жастарға білім мен тәрбиені қатар беріп, саналы ұрпақ қалыптастыру. Ол жерде мысалы міндетті түрде барлығы грантқа түсу емес. Грантқа түспей қалсаң, сен неудачниксің деп былай сыртқа қойып қоймаймыз оқушыларды. Біз оқушыларға жыл бойы мына нәрсені түсіндіргіміз келеді. Бірден жоғары балл жинап, өзіңнің сүйікті мамандығыңа грантқа түсу ол керемет, күшті. Яғни сен ол мамандықты жақсы көрсең. Ал егер грантқа түспей қалған жағдайда сен өмір тоқтап қалмайды. Главный ең бастысы барлық оқушыға айтамыз, өмірден өз орнын табу. Сен өзің не қалайсың, бұл өмірге не үшін келдің, немен айналысқың келеді, соны анықтап алсаң, саған грантқа түсу, түспеу қатты әсер етпейді. Деген сияқты айтамыз, мен өзім живой дәлелмін, мен өзім грантқа түспей қалдым, 1 балл жетпей, но менде андай нәрсе болды. Бастысы мен өмірде өзімді жоғалтып алмауым керек, өмірде бір іспен айналысуым керек. Яғни пайдалы іспен, яғни ол маған да, жалпы қоғамға да пайдалы болу керек. И оқушылардың санасына сол нәрсені біз құйғымыз келеді. И қазір сол үшін де біз түрлі жарыстар жасаймыз, кештер жасаймыз, оқушылардың өнерін ортаға саламыз. Әншілер бар, бишілер бар, неше түрлі таланттар бар. И ол оқушыларға айтамыз да, ертең сендер осылай әр қайсын ұлы мақсат қою керексіңдер алдарыңа. Сол ұлы мақсат, ол грантқа байланып қалмау керек. Грант сол мақсатқа жетуге жолдарыңды тек қана жеңілдетеді. Ары қарай сендер универде бос жүрмеулерің керек деген нәрсені біз айтамыз. Солай. Түсінікті. Ал бізде енді мынандай қызметкерлер бар ғой, универдегі сабақтарын дұрыс оқымайтын. Мен өзім жалпы универде сабақты керемет оқыдым деп айта алмаймын. Мен өзіме керегін алдым. Мысалы, әдеби кітаптарды оқып талдау дегенді мен сүйіп жақсы көрдім. Мен бір күнде бір кітапты бітіріп тастайтын болатынмын. Яғни мен жақсы көріп баратын, біз шетел әдебиетімен қазақ әдебиетін бірге оқып, жаңағы салыстырып талдайтынбыз деген сияқты. Вот сондай тапсырмаларды мен идеально орындайтын. Но андай тілге қатысты, мысалы фонетика, ол а дыбысы былай бөлінеді, дауыс дыбыстардың түрлері мынандай деген нәрселер мен жаттап баратын, айтатын, кететін. Өйткені мен өмірде ол маған қатты қажет емес деп ойлайтын. Қазіргі біздегі қызметкерлер тоже солай, өздері универде өздеріне керек пәндерді оқиды, керек еместерге қатты баса ауыртпайды. Ал универге түсудің қажеті жоқ дейтіндерге не айтасыз? Қазір ондай жастар да көбейіп келе жатыр ғой, уже универге түспейді, Стив Джобс оқымаған, там Билл Гейтс шығып кеткен деген сияқты. Мен былай айтар едім, егер универге түспей жатып өзіңнің сүйікті ісің болса, пожалуйста, түспей қой. Мысалы, мен уже болды, мен осы жолмен кетемін. Қазір бізде офлайн курстың өзінде өзінің бизнесі бар оқушылар бар. Мобилографиямен айналысатын оқушылар бар. Олар ұбт тапсырмаймыз дейді. Ата-аналар рұқсат беріп тұрса, жақсы, сәтті кетеміз. Жұртқа не үшін келіп жүр онда? Шығып кетті сол мобилограф жігіт. Мысалы, мен ұбт тапсырмайтын болдым деген сияқты. Мысалы, мен универге түсу керек дегенді қолдар едім. Егер әлі өзіңнің өмірде немен айналысатынды анықтамасаң. Яғни өмірде немен айналысатынды білмесең, универге түсу керек. Мысалы, менде де енді бұлыңғыр болды, бірақ мен бір нәрсені жасағым келді, бірақ нақты не екенін білген жоқпын. Универге түстім, универ маған жауапкершілікке үйретті, тәртіпке үйретті, өз-өзіңе жауапкершілік алуды үйретті, адамдармен тіл табысу, қарым-қатынасқа үйретті. Университетте 4-ші курста бір мұғалім айтты, алдағы уақытта онлайн дамитын болады, онлайн сендер бір іс жоба жасап көріңдер деп айтқан. Сол бір идеяның өзі менің университетте оқуымның арқасы деп ойлаймын да. Сол кісі менің ойлап жүрген идеяма тағы да бір андай құлшыныс берді да. Есімі кім ол кісінің? Шынар деген мұғалім. Қазақ тілін оқыту әдістемесі, яғни мектепте қазақ тілін қалай оқытамыз деген пән болатын. Сол кезде айтатын, онлайн оқытуға болады деген нәрсені ол кезде енді дамып бастаған болатын.
өте мықты мұғалім болды. Провидец қой, уже сол жылдары айтып отырса 2017, иә? 2018 қыркүйекте айтқан болатын. Қазақ футурологы. Жаңа айтылды ғой, бізде сіздердегі адамдар, енді сіздерде де бар, бізде де бар, Z поколениедегі адамдар, жаңа выгоранияға түсіп кетеді, депрессия, стресс болып жатады өздеріне өздері. Үлкен проблема ғой деймін сіздікі. Иә, менің психологический травмам бар деген сияқты жүреді. Ол менде ғана емес, біздің команда ғана емес, жалпы біздің айналамызда кәсіппен айналысып жүрген қыздар, жігіттер көп қой. И көбісінде Z поколенияға жұмыс істейтін олар 2000-нан төмен 99-98 ең үлкендері да. И көбісінде осындай проблема. И менің де өзім таныстарым бар енді өзіммен қатар. Олар да сөйтіп андай бір күн жақсы жұмыс істеп жүреді, ертесіне қайтадан что-то менде депрессия деп қайта отырып қалады сондай да, андай непонятно бүйтіп жүреді да всегда. И ондай кезде бізге не көмектеседі айтайын ба? Біздің 140-та. Біздің миссия. Құндылықтар. Яғни біздің жаңағы миссия бар ғой, сол миссиямен мен сотрудниктарға мотивация беремін да. Яғни бұл миссия олардың да миссиясымен сәйкес келу керек. Егер ол жоқ, мен бұндай миссиямен жұмыс жасағым келмейді десе, біз ары қарай онымен жұмыс жасай алмаймыз ондай сотрудниктармен. Біріншіден миссия, құндылық және олардың өзіндік мақсаты. Әр қызметкердің бір продуктысы болу керек та, соңында жасайтын. Сол маркетолог продуктысы мынау. И олар соған четкий сол мақсатқа жететін жолдарды өздері бірінші сызып алу керек та. Картина болу керек оларда. Сосын барып біздің мақсатпен қосып, олар ары қарай жүреді. Сол кезде енді выгорание, депрессия кезінде мен айтамын да, сенің қолынан келеді, сенің мынандай мақсатың бар. Сол кезде енді барынша ары қарай жалғастыруға тырысады олар. Енді басқа бір сиқырлы әдісін таппады. Менің сұрағым келгені, ол сотрудниктарда ғой, ал клиенттерде де бола ма ондай? Оқушыларда? Иә, оқушыларда өте көп болады. Мектеп оқушыларында мысалы психологияның проблема бар ма? Өте көп. Бізде мысалы офлайнның өзінде күзде мынандай тапсырма бергенбіз, ата-аналармен жиналыс болады, сендер ата-аналарға хат жазыңдар деп. Оқушылар жазды, и барлығын оқыған кезде барлығы ата-аналарына обидасын жазған ғой. Менің ата-анам мынандай, андай кезде бүйтпеді, сөйтпеді. И біз ананы ата-аналарына көрсетуге қорықтық. Сосын жинап қойдық. Сол кезде мен түсіндім, бізде қазіргі оқушылардың ата-аналармен байланысы қалай айтсам болады, алыстап бара жатыр, және өте күшті емес. Бір жағынан оқушылардың да андай не болып кеткен сияқты, тренд болып кеткен сияқты осы нәрсе. Ата-анаға деген обида, детская травма деген нәрселер. Біздің кезде ондай нәрсені білмедік, білмей өстік. Мысалы, мен ойланып қоямын да, мен өзім мектепке бардым, келдім, 11 сыныпта қатты бір депрессия, ата-анам ренжіген кезім болмапты деген сияқты. Былай қарап отырсаң, ата-анам мен қатты внимание бөліп, ой, молодец, керемет, сен мықтысың деген нәрсені мүлдем айтпайтын. Но мен оған қарап, былай жылап, ондай нәрсе болған жоқ. Қазір біздегі TikTok, Instagramда контенттер соған оқушылардың миын улап тастаған сияқты. Мен оқушыларға да айтамын, сендер ата-аналарыңа керісінше бірінші алғыс айтып көріңдер. Ата-аналарың сендерді осы өмірге алып келді, сендерге бар жақсы жағдай жасап жатыр. Мысалы, кез келген оқушының қазір жағдай жетпейтін офлайн курсқа келіп оқу, немесе онлайнға қатысу. Сендерге осындай мүмкіндік беріп жатқанның өзі, ол ата-ананың сендердің жақсы көретіні. Келетті бізге жылайды, мен ата-анам жақсы көрмейді, андай-мындай деген сияқты. Но ата-аналарды түсінуге болады, баланы да түсінуге болады, енді екі жақтан да болады ғой. Ата-аналардың тарапынан да, значит, бар ғой жерде бір махаббаттан бере алмай ма? Ата-ананың тарапынан да жұмыс жасайды деген сияқты. Біздегі ата-аналар қазір көбі түсіне бермейді ғой, бұрынғы немен ойланатын сияқты, мышлениемен. Қазір мысалы менің ата-анамның өзі, мен сестренкам бар 2004 жылы. Ол шынымен андай бізбен араласпай кетті 11 сыныпта, мүлдем. Қазір өзі осознанно түсініп жатыр. Мен жынды болыппын ғой деген сияқты. Мен қалай бірге тамақ ішпейтін бізбен. Қазір керісінше ата-анамның қадірін түсініп жатырмын. Бізбен бірге тамақ ішіп, бізбен бірге суретке түседі. Мүлдем түспейтін сондай. Северный Корея болып кетті десеңші. Иә, сондай болып кетті. Оны түсіндіруге тырыстық, былай андай шеттетіп, сен мындайсың деп ұрысып, ондай болған жоқ. Өзі былай осознанно түсінді. Сондай период сияқты кейін барып ата-аналарын түсінеді. Просто ол жерде екі түрлі толқындардың соқтығысуы болып жатыр ғой. Өйткені коммунизм, социализм кезіндегі адамдар мен капитализмдегі жастардың арасында түсініспеушілік болып жатыр ғой. Но мен мынандай ата-аналарды әлі де түсінбеймін. Кейбір оқушылар айтады, мен ата-анам дәрігер бол деп айтты, сол үшін 9 жыл оқимын. Сосын диплом алғаннан кейін өзімнің жақсы көретін ісіммен айналысамын. Мен ондай таныстарым надан. Я, мен сондай ата-аналарды түсінбеймін. Оқып шығам, бірақ басқа мамандықта жүрмін. Просто универде оқып жүр, не үшін? Просто диплом әкеліп ата-анасына береді.
бірақ қазірден бастап өзінің жұмысы бар істеп жүрген, мобилограф болуы мүмкін, маркетолог болуы мүмкін, видеограф болуы мүмкін, жақсы мықты жасайды, өзінің ісін кәдімгі жақсы көріп істейді да. Бірақ универге барып қиналып барып универге не үшін барасың, шығып кетпесің бе десең, просто үйдегілерге диплом әкеліп беру керек. Особенно қыздарда бұл проблема бар. Потому что қалың балға ол шыдық, особенно оңтүстік батыста не деп өседі. Даже колледжге платныйға болсын сол үшін түсіріп қояды ата-аналар. Просто ертең қалың ценность бере ма? Иә. Поздравление с тем, что продукция қымбатқа сатады. Но универде оқу керек, диплом ішінде оқу керек, бірақ хотя бы жақсы көру керек та ол мамандықты. Білмеймін, ата-анам үшін таңдап жатырмын деген оқушыларды түсінбедім мен. Ата-аналар мен оқушылар дұрыс түсіндіре алмайды ата-аналарына. Либо ата-аналар просто коммуникация жоқ сияқты екі ортада. Иә. Сол қарым-қатынас жағы дұрыстау керек сияқты. Ашық бір-бірімен сөйлесе алмайды да. Андай ата-ана баласының ойын тыңдағысы келмейді, бала ата-анасының ойын түсінгісі келмейді деген сияқты бір-бірінің положениесіне кірмейді, коммуникация жоқ. И все, содан кейін бір-бірін түсінбей, бір-біріне обида болып жүреді осылай. Мысалы, мен сестренкаммен де ата-анаммен өте көп проблема болады да. Сол кезде мен ортаға түсіп, ата-анама дұрыстап түсіндіремін. Сол кезде ғана түсінеді. Мен сестренкам айтады да, сен айтшы дейді. Сені түсінеді дейді да. Сондай бір проблема бар негізінде. Үйде ер бала бар ма? Или менің үлкен әпкем бар, ағам бар, өзім, сестренкам, інім бар. Бесеуміз. Вау. Бәрі бар. Бұл кісі қақ ортасы бәрі бар екен. Шүкір, иә. Аға да, әне де, әпке де. Бизнеске кеткен тек қана сіз ба? Тек мен, иә. Бизнеске кеттім, бірақ бизнеске кетемін деп кеткен жоқпын. Өзі бизнеске айналып кетті. Бизнес өзі кетті. Сосын цифр санау керек болды, жаңағы сату опыны зерттеу керек болды. Бизнеске айналғаннан кейін сондай болды. Отбасыңыз бәрі в шоке болып қалды ма? Иә. Вау, но барлығы ойлайтын, мектепте де айтатын, сенен бірдеңе шығады деген. Қазір сыныптастарым қазір айтады ғой, енді сырттан естіп жатамын ғой, осы жылдан бірдеңе шығады, мектеп кезінде білгем деп айтады екен. Негізі қиын ба қыз балаға бизнес жасау? Қазір офлайн түрде жұмыс жасаған кезде қиындығын біліп жатырмын. Онлайн кезде қатты сезінбедім. Қазір Алматыға келіп, уже компания, енді бізді компания ретінде танып жатқандықтан жауапкершілік одан сайын артады екен. Сол кезде уже өзінің қиындықтары бар екен. Тем более сізде партнер жоқ. Партнерсіз жасағанның плюс-минустары қандай? Партнерсіз, так, мен партнерім болмаған себебі менің командам өзімнің оқушыларым болғандықтан шығар. Және өзім үндемей, ешкімге айтпай жұмыс жасап бастағандықтан деп ойлаймын. Партнерлыққа мен қазір басқа бір жобаны нөлден бастасам ғана жасай алатын едім. Яғни ол партнер менімен бірдей болу керек. Жаңағы білім жағынан болсын, тәжірибе жағынан. Сол кезде ғана бастай алатын шығармын. Ал былай өзім енді нөлден бастағандықтан орта жолдан бір адам кіргені. Ешкімге бергім келмейді десеңші. Ол бергім келмейді дегенде андай да. Әділдік емес. Әділдік емес бір жағынан, екінші жағынан по-любому түсініспеушілік болатын сияқты. Ол менімен нөлден бастаған бір адам болу керек. Мысалы, бастағандар бар әлі. Ең алғаш куратор болғандар әлі қасымда, 2 куратор болған. Енді болашақта олармен партнер болу дегенді ұсынып жатса, енді ойлап жатсам болады. Басқалармен білмедім әлі. 2 куратор есші. Тойлардан процент берістер. Көндерге көмектестік. Тойлар жасап бердік сәр. Мощный офер айтсаңдар болды десе. Иә, мойындап айттым, ешкімге айтпағанмын деп па? Все понятно. Енді бағана бір 140-тың мықты жақтарын айтады, күшті нәрселерін айтып жатырмыз. Енді давайте проблемный жақтарын, факаптарды. Қандай 4 жылдай болды ғой жасап жатқаныңызға. Қандай факаптар болды или кризистар болды? Ең алғаш бізде мен чисто WhatsApp-пен болды. Екінші жылы біз анау не болды? Тоже WhatsApp-пен жүрдік. Так, YouTube-пен болды бізде. Сосын барып эфир ма? Иә, эфир YouTube-та болды. Сосын барып Meet дегенді көрдік. Сол кезде біз Zoom либо Meet деген кезде андай Meet-қа кіргеннің өзінде сет қатып қалады. Сондай проблемалар болды. Бірақ оқушылардың тарапынан андай қатты не болған жоқ. Бірақ өзімізде сондай болды. Тәжірибе аз болды, оны мойындаймын. Білім де аз болды бізде. Біз андай энтузиазм дей ма, не деуші еді? Сондай мен бастап кеттік та, энергия тасып тұрды. Бастысы бізде ниет түзу болды.
сонымен бастап кеттік. Андай бір қолымызда мықты ресурстар болған жоқ негізінде. Мен фотолар бар, андай митта бір 10 шақты болып жиналыс жасап жатқан кездеріміз, әлі түріміз бала ғой. Ананы көрсем күлкім келеді. Сосын команда жинау кезінде де нелер болды, қателіктер болды. Олармен айлықпен келісу кезінде де біреуіне көппен келісіп қойдым, біреуге аз деген сияқты. Адам таңдау кезінде қателіктер болды. Вот командамен өте көп қателіктер болды. Сосын адамдармен қарым-қатынаспен проблема болды. Мен айттым ғой, ұяңмын, андай адамдармен қарым-қатынас жасауда менде проблема болды. Менде андай бір беткейлік бар да, А десе Б десе алатын кездер болды. И мен кейін түсіндім, адамдармен сөйлесу де ол өнер екен. Сосын барып Алматыға келіп барып үйрендім ғой, жаңағы HR-да үйрендім деген сияқты. Сол кезде әр адамның ойын тыңдай білу деген нәрселерді түсіндім. Оған дейін қалай айтсам болады, менде андай көбінесе андай болатын, өзім ойластырып, өзім жасап кету деген. Командамен ақылдасу, ойласу деген уақыт өте келе қалыптасты. Сосын қандай қателіктер болды? Негізі өте көп. Андай кейстер бар ма? Вот мынандай бір факап жасадық, осының кесірінен біз там минустан шығып кетіп қалдық, или бізде мынандай хейт болып кетті деген сияқты. Бізде мынандай болды. Чтобы адамдар андай да, мен адамдарға көрсеткім келеді, чтобы бүкіл бизнес идеальный емес. Реально бизнестер әдемі, ол күшті продукт жасап жатыр, олар халыққа пайдалы, проблемасын шешіп жатыр, бірақ бүкіл бизнестің өзінің факаптары, минустары болады. Чтобы адамдар түсіну керек та, ол бизнес жасау ол всегда там кайф нәрсе емес, баледе жатасың, ақша көз түсетін нәрсе емес. Ол жақта факап болады, проблема болады, кризис болады, и соған шыдау керексің деген сияқты нәрсені түсіндіру үшін. Бірінші жаңа команда, адамдарды таңдау. Өйткені бизнестегі ең бастысы адам екенін түсіндім, енді түсіндім. Екінші нәрсе цифр санамау. Біз қалай айтсам болады, ақша келіп жатыр, бірақ андай санау, дұрыстап, алдын ала анализ жасау деген нәрсе болған жоқ бізде. Енді қалыптасып жатыр оның өзі. Үшінші нәрсе, так, не айтуға болады? Вот платформа шығар бізде. Басынан бастап жасаған кезде, қазір бізде платформамен осы жылы бізде көп проблема болды. Жаңа алғашқы платформамыз ыңғайсыз болды ғой. Сол кезде көп оқушыдан хейт болды. Ыңғайсыз, лучше классрум деген сияқты. А бізде классрумда лимит бітіп қалды. И барып Gmail-мен тіркеп, амалын тауып отырық та қазір. Сол алдын ала қимылдау керек еді негізінде. Қимылдадық, но біз вот айтишниктермен дұрыстап жұмыс жасау керек екен. Оларға тызыны кәдімгідей прям оларды өзінің компанияңа оқушы ретінде, мұғалім ретінде тіркеп, оқытып, продуктының миларына сіңіріп, сосын бірақ жеткізу керек екен. Содан кейін бірақ іске асыру керек екен платформаны. Олар продуктыны сезінбей, түсінбей жасай алмайды екен. Осын түсіндім. И ол IT бөлімі өзіңдікі болса тіпті жақсы екен. Осы. Жаңа айттыңыз мысалы команда бірінші. Вот команданы дұрыс басқара алмағаны, немесе командаға дұрыс адамдарды ала алмағаны қандай не болды? Қателіктер болды. Кейбір мұғалімдермен конфликт болды. Ол оқушыларға да әсер етті. Оқудың сапасына әсер етті. Оқудың сапасына да әсер етті. Мысалы бір мұғаліммен қалай айтсам болады, кейбір оқушылар мені әдейі шығарып жатыр деп ойлап қалады. Сіз бізді ағайымыздан айырдыңыз, сіз осылай істедіңіз дейді. Мен оның барлығын маған есту негізінде қатты оңай болған жоқ. Оқушыларға бәрін детально түсіндіретін бұрында. Ол былай битті сөйтті. Но маған былай деді, мына переписка деп па? Сөйтіп бәрін дәлелмен көрсетіп, мен андай бар ғой. Дәлелдемесем тыншымайтын адаммын да, әділетті болу керек деген нәрсе болады менде. Кейбір оқушылар сонда да сіздікі дұрыс емес дейтіндер болатын. Сондай мұғалімдермен конфликт болды. Бірақ мұғалімнің не істеп жатқанын олар дұрыс түсінбейтін да, оқушы болғандықтан. Мына жақта не болып жатқанын білмейді. Оның барлығын дәлелдеп үлгермейсің. Мұғалімдермен өте көп конфликт болды. Бірнеше мұғаліммен. Да, причинасы неден болады? Мысалы, бір мұғаліммен болды. Мысалы айтайын, ол кісі уәде етілген договор бойынша өзінің қызметтерін дұрыс жасаған жоқ. Жасады, мысалы, ол кісі тапсырма құру керек болды, бірақ ол кісі дұрыс емес құрады. И уақытылы жібермеді. Ішін қарайсың, датадан қате дейді, оқушылар айтады, мынау дұрыс емес, неге кешігесіздер дейді. И сабақта да андай кейде дөрекі сөздер айтып қалды деген сияқты. И мен айтамын, онда сіз түзелмесеңіз, уақытылы жібермесеңіз, мен сіздің айлығыңызды төмендетемін. Ол кісі оған келіспеді. Өзінің факттарын, аргументтерін айтып бастады. И мен ол кісіні жұмыстан шығардым, келеді оқушылар айтады. Неге деп, оны базаны мұғалім жасайтын білмейді ма оқушылар. Сондай ситуациялар болды. Цифрадан, мысалы цифра есептемегеннен қандай? Цифра есептемегеннің кесірінен бізде жылдың аяғына қарай андай болды да. Мен егер мына жақтан ақшаны былай қойып қоймағанда, банкрот деген сияқты ғой. Кассовый разрыв. Но мен алдын ала жоспарлап андай
жинап қойған қор болды да, сонымен біз орын не қылдық. Былай ғой, мысалы августта түскен сумманы біз сол айда жаратпастадық, қыркүйекте түскен суммамен тамыздың айлығын бердік. Сөйтіп жүреді да, майда біз маусымда майдың айлығын беруіміз керек, ал маусымда уже сатылмайды. Сондай ситуация болды бізде. Сол кезде қордағы ақшамен бердік деген сияқты. Қазір уже финанс ретке келдір қойдыңыздар. Ретке келді, бір шама ретке келді. Сосын мен алғашқы 3 жыл және осы 4-ші жыл былтыр 4 пәнді оқып бітірген оқушыларды біз 4 ай тегін оқыттық. 1-ші жыл, 2-ші жыл, 3-ші жыл қатты былай шығын болған жоқ. Осы былтыр 10-15 миллиондай өзіміздің қалтамыздан компанияның атынан төледік айлықты, оқушыларды тегін оқыттық. Сол 4 ай. Мысалы, ақпаннан бастап, яғни олар бізде 4 пәнді оқыды, үздік нәтиже көрсеткендер. Оларды біз до конца ОБТ-ға дейін алып барамыз нәтиже үшін деп. 10 миллион, 15 миллиондай кетті, айлыққа өзіміз сотрудниктарға бердік, оқушылар тегін оқыды. Бірақ сол жерде қателік, кейбір оқушылар тегіннің қадірін білген жоқ. Тегін оқытып жатсақ та бізге міндетсініп сөйлегендер болды, артынан жүгірткендер болды, ата-анамен конфликттер болды. Сол кезде менде сұрақ пайда болды, мен не үшін тегін оқытып жатырмын деген сияқты. И осы жылы біз конкретно тегіннің қадірін білетін мықты деген оқушыларға ғана тегін беріп, қалғандарын мындай жеңілдікпен оқытып жатырмық. Фильтрация жасадық. Қанша адам тегін оқиды? Бізде 130 плюс аладау деген оқушылар, примерно 200 ма, нақты білмедім. 200 адамда, иә? Бізде оқушыны тегін оқытып жатыр ғаудим. Бұның мақсаты неде? Тегін оқыту. Бізде олар әр ай сайын пәндерді қосу арқылы 4 пәнді толық бітіреді ғой. Қаңтарда бітіреді, қаңтар ОБТ тапсырады, нәтижені жақсы алып шығады. Біз ол оқушыларды давай деп жібере салмаймыз. До конца алып қаламыз. VIP деген группа ашамыз. Ол жақта қазір 1000 шақты оқушы оқып жатыр. Оларды категорияға бөліп тастағанбыз. 100 плюс алатын, 110, 120, сондай деңгей бойынша бөліп тастап оқытып жатырмыз. Қайтадан қайталатып жатырмыз. Жаңадан материалдар жасап жатырмыз деген сияқты. Олар уже андай мықты оқушылар. Мұғалімдермен тең білетіндер де бар қазір уже бізде оқып. Сосын қайталаудағы оқушылар бар. Оларға тоже 2 аптада 1 рет сабақ өтіп тұрамыз, оларға тегін өтіп тұрамыз, тапсырмалар беріп тұрамыз, уже олар өздері жауапкершілік алып оқиды. Яғни оқушылармен біз байланыс үзбейміз, ОБТ-ға дейін, грантқа дейін. Күшті тема. Бір жағынан сауаптыс, екінші жағынан оларды еще больше мотивация беріп. Түсінетін адам көп болса да, оның еще бағанағыдай конфликтқа келмейтіндей. Бұл да один из секретов қой, по идее. Сол да, біздің ерекшелік деп айтуға болады. Клиенттердің барлығын до конца алып барамыз. Күшті, әдемі. Рахмет, көп-көп. Біздің өзіміздің подкастың соңында қоятын негізі, обязательно қоятын 2 сұрағымыз бар. Соған қояйық. Так, мынандай сұрақ. Цифралар примерно условно, да? Там ол цифралар сіздің ойыңызда болуы мүмкін. Мысалы, сіз жұмыс істеп тұрып, 3 миллион теңге. Прям жұмыс істеуіңіз керек көп. 3 миллион теңге тауып жүресіз. Немесе жұмыс істемей пассивно 1 миллион теңге. Сіз қандай вариантты сізге больше ұнайды? Маған жұмыс істеп жүріп тапқан шығар. Мен бір орында отыра алмаймын. Маған ақша таппасам да жұмыс істеу деген таңдар едім, егер пайдалы болса ол басқаларға. Күшті, керемет. Екіншісі ол маған қызық нәрсе, всегда адамдардың источник информация қайдан алатындығы. Мысалы, сіз ақпарат қайдан аласыз, қайдан болып жатқан нәрселерді, тенденцияны қайдан зерттейсіз, қандай бір сайттар, немесе кітап ба, фильм ба, или телеграм-канал, ютуб канал оқитын, үнемі қарап отыратын, бақылап? Мен ютуб қараймын, өзімнің нелерім бар, каналдарым бар, үзбей қараймын. Аттарын айтса бола ма? Аттары өте көп. Примерно есіңізге түскендерін? Так, мен подкасттардан жиі қарайтын Александр Соколовский деген бар, российский. Сосын кім бар? Митрошина бар. Үшінші Ұлықбек Шәріповті көрем, Динара Сатжанды көрем, Маралан Сейсенбайды көрем. Так, сосын ТТБ-ның кезінде көретінмін. Болды өдем подкасттар. Сосын Алекс Яновский дегенді өте көп көрем. Ол кісі прям маған ұнайды, несі, бизнес жүргізудегі мышлениесі ұнайды. Сосын YouTube көрем, және Инстаграмда бизнесмендерді қарап отырам. Бизнесмендерді не істеп жатыр, қандай жол болып жатыр. Сосын жаңағы журналдарды, жаңалықтың порталдар бар ғой, соларды қарап отырамын.
но жаңалықты өте көп көрем деп айта алмаймын, өйткені негатив жаңалықтарды мен оқи алмаймын. Мен де көбінесе жаңағы бизнес туралы оқимын. Сосын кітап оқимын. Осылай. Күшті, рахмет. Ұсынатын кітап, фильмдер жоқ па? Фильм менде өте көп. Киноменсіз ба? Ау? Киноменсіз ба? Мен андай ең мықты күшті деген киноларды көріп тастағым да. Қазір енді жаңадан шыққандарды бүйтіп не қыламын, таңдап көрем. Так, ең мықты кино, так, менде Инстаграмда бар еді. Пост қылсақ қойғансыз ба? Андай актуальныйда бар. Да? Сен онда Жұлдызай ханым Инстаграмда кіріп, актуальныйдан қарап алса болады дейсіз. Дамыл деген актуальный ашып қойғам, сол жерде менің сериалдарды айта аламын. Ең мықты. Карточный домик деген. Саясат туралы. Мен содан кейін ойлап қалдым, құрсын саясатқа бармын. Аббатство Даунтон деген прям мындай жеңіл күшті өмір туралы сериал. Сосын миллиарды деген сериал. Кто отыр болса? Сосын форс-мажорды көрдім. Бумажный дом. Сосын осы топ 5 сериал. Фильмдерден жаңа мен фильмді айтпадым, Даму деген актуальныйда бар дедіңіз, есіме түсіп жатыр деп. В погоне за счастьем деген өте күшті фильм. Уилл Смит. Уилл Смиттің фильмі. Миыма келмей жатыр, кәдімгідей бар ғой. Тренер Картер, потом қандай еді. Примерно осы категорияда. Осы категориядағы фильмдер. Сосын кітап оқисыздар ма? Жақсы көресіздер ма кітап? Оқимыз. Қандай бағытта? Менікі көбінесе бизнес, анда-санда классика оқып тұрамын, андай демалдыру үшін миды. Менде менеджментке қатысты көп оқып жатырмын, Netflix зерттеп жатырмын. Netflix'ің корпоративный культура деген ба? Корпоративный культура. Сосын сильнейший деген кітап бар. Сосын начнись почему деген кітап өте жақсы. Начнись почему. Старбакстың кітаптары бар. Идеальный руководитель деген бар, сол тоже менеджмент бойынша Адизестің кітабы. Оны мен команда оқыттым, өзім басын бастағам. Тілі кішкене қиындау екен. Тілі қиын, андай ғылыми кітапта, и мен оны көп адамға ұсындым, негізі өзім командада бөлім басшыларына да айтқам, біраз адамға ұсындым, бірақ ешқандай адам до конца оқымады, болмаймын оны. Өте мощный кітап, потому что мен команданы енді басқарып бастағанда менде де проблема болған. Сол кезде маған Мейірбек мырза осы кітапты ұсынған да, осыны оқып көріңіз болды деді. И мен оқыдым. Содан кейін менде уже полный понятие қалыптасты. Мен содан кейін бар команда қалыптастыра алдым. Шомбайда жүрген кезде менде мысалы 53 адам болды. И сол арқылы мен команданы құрастырдым да. Адам алған кезде сол категория бойынша таңдайтын өзіме, потому что PAE код деген бар. Вот сол бойынша адамдарды алсаң, команданың структурасы әдемі болады и вовлеченный болады да команданың бәрі бір-біріне. Сол жағынан күшті. Анау ма? Жасыл, қызыл, Жоқ, 4 түрлі адамдар болады, короче, П, А, Е, А. Сол тестте тұрушы еді ғой. Жасылы көптер, более креативный деген сияқты ма? Тесті бар, бірақ Адизистің өзінің тесті бар, сол тесті тапсырып көруге болады тоже. Еще одно бизнес без MBA деген бар, тоже күшті Тиньковтың. Тиньков жазбаған, Тиньков журналға шыққан материалдардың ішінен дайындалып шыққан ба сондай. Тоже прикольный кітап. Өте начинающий настольный кітап ол. Бүкіл юнит экономика, PNL, анау бәрі бар. Оқу керек екен. Все, рахмет сізге көп-көп келгеніңізге, уақыт бөлгеніңізге. Басқаларға отказ беріп жүрсе де бізге бірінші рет келісіп өмірімде бірінші рет түсіп жатырмын бұндай подкастқа. Қалай ұнады ма? Нормально ма екен? Жақсы. Мен түсіріп жатқандарын ұмытып кеттім. Да, әңгімеге кіріскен екен уже. Обычно солай болады, потокқа кіріп. Рахмет көп-көп достар. Каналға жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздер әр жазған комментарийларыңыздан, лайктарыңыздан кайф аламыз, шабыт береді. Сондықтан давайте видеоны соңына дейін көріп қана қоймай, солай қолдап қойсаңыздар, нұр үстіне нұр, құмшекер үстіне құмшекер болады. Рахмет. Рахмет бәріңізге. Сіздерге де рахмет шақырғандарыңызға. Супер. Жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Сізге де сәттілік. Рахмет. Тема.